Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгінгі менің кезекті онлайн дәрісімнің тақырыбы Қазақстанның белгілі суретшісі Қалиолла Ахметжанның шығармашылығына арналады. Қалиолла Ахметжан білімін Ленинград қаласындағы Репин атындағы бейнелеу өнері мүсін және архитектура институтынан алған болатын. Суретшінің шығармашылық ұстанымы өмірдің, табиғаттың, адам мен оны қоршаған әлемнің суреттерін мұқият талдау болып табылады. Ұлттық мектепті қалыптастыруда бұл суретшінің ізденісі маңызды орын алды. Оның жұмыстарында бейнеленген әрбір көрінісінде әлем арқылы әмбебап үйлесімділік әсерін қалпына келтіру қабілеті тағы бар. Өнерге Қалиолла Ахметжан 1970 жылдың екінші жартысында келген болатын. Осы кезде үлкен шығармашылық жолына келген Қалиолла Ахметжан бірден өзіндік жаңа көзқарасымен, сенімділігімен ерекшеленді. Дәл осы жылдары, яғни ұлттық бейнелеу өнері мектебінің жаңаша даму кезеңі суретшінің ізденіс жолында өз қолтаңбасын табуда маңызды орын алды. Оның алғашқы шығармаларының тақырыптары қазақ кескіндемесіне тән қарапайым тақырыптар, яғни отбасы өмірі, дала пейзажы, эпикалық фольклорлар сюжетіне арналған туындылар еді. Суреткер шығармашылық ізденіс жолында импрессионизмнен бастап классикалық жапондық графиканың техникасына дейін әртүрлі бағыттарды қарастырады. Өзіне ерекше ұнаған 19 ғасырда Франция елінде қарқынды дамыған пуантилизм стилін жиі қолданысына енгізген қазақ суретшісі Қалиолла Ахметжанның орындауындағы жұмыстары ерекше сезімталдылығымен, нәзік әрі таза мөлдірлігімен бірден баурап алады. Бұл оның алғашқы қар, көктем туындыларында айқын көрінеді. Дәл осы туындыларда суретші табиғаттың бастапқы сұлулығы мен шынайылығын сақтап қалғандай. Қаламгер шығармашылығының басты тақырыбын мәңгілік шабыт көзі табиғатқа арнайды. Форманы іздестіру нәтижесінде қылқалам иесі өзіне ғана тән кескіндемелік техникасын құрастырды. Суретшінің негізгі қызығушылығы қозғаушы күші мен кенептерінің басты өзгешелігі түс, форма арқылы композицияға ерекше жарық берді. Оның күнбағыс атты жұмысында өрілген немесе тоқылған жарық пен түстің идеясы мен көрнекілігі суретші үшін маңызды. Ол өзіне және көрерменге өзіндік кескіндемелік зертханасы мен сезім координаттарын ашады. Суретшіге батыс және шығыс өнері қаншалықты әсер етсе де, ол өзіндік және мәнерлі көркем шығармашылық тілін шығара алды. Қалиолла Ахметжанның кенептеріне үңілгенде, болжауға келмейтін сиқырлы кеңістігінде ритмнің қай жерде басталып, қай жерде аяқталатынын көру мүмкін емес. Алайда, барлығы бір тұтастықта, үйлесімділікте композицияның ортақ шешіміне келіп құтырады. Қаламгер шығармашылығындағы эпостық идеялардағы образдардың күштерін ерлік орындау кезіндегі батырлардың бейнесі арқылы емес, аңызға айналған жылқылардың немесе аттардың жалпылама символдық бейнесін қалыптастыруға тырысады. Суретшінің шығармашылығында сонымен қатар тау, тас пен суды бейнелейтін сюжеттер суретшінің ерекше қызығушылығын танытатын нысандар болып табылады. Мысалы, оның Алатау деп аталатын туындысы триптих түрінде шешілген 3 бөліктен тұрады және үшеуі де бірігіп бір бейнені құрайды. Қалиолла Ахметжановтың айтуынша, оның әрбір бөлігін жеке-жеке бөліп қоюға да болады. Мұндай композициялар қазіргі таңда модульді картиналар деп аталады. Суретші таулардың көрінісін адамның өмірімен байланыстырады. Таудың төменгі бөктері әдетте жасыл шөп басып жатады. Оның қаламгер жастық шаққа теңейді. Жоғарылаған сайын шөптер сирей бастағанда орта жас, ал аппақ қар басқан ең биік шыңын ақ шашты, ақ сақалды қарияға теңейді. Осындай теңеу арқылы Қалиолла Ахметжан таудың бейнесін үлкен мағынаға ие адамның әр кезеңдегі өміріне арнайды. Бурабайдың көрінісі, орман, қайың, қарағайлар суретшінің сүйікті мотивтеріне жатады. Әсіресе шығыстық дәстүрлі бейнелеу өнеріндегі бейнелеу де жанына жақын болып келеді. Мәселен, Қытай, Жапон елдеріндегі пейзаждары оның ерекше тамсандырады.
Бұл пейзаждардан суретші үшін ішіндегі барлық бейненің символикалық мәні қызықтырады. Осындай символиканы қолдану арқылы суретші пейзаждары мен этюдтеріндегі әр бейнеге терең мағына береді. Суретшінің өзен сулардағы жартастарға арналған шығармалары өзгеше. Этюдтердің негізінде туындаған шығармаларының ішінде сарқырама судың көріністері ерекше тамсандырады. Оның ішінде бур қану, ағын, жылтыл туындылары түстер галактикасынан тұрады. Ондағы әр жағыстың құрылымын және бір-бірімен тынымсыз арпалып жатқан ұзақ тірі ағзалар іспетті түстердің өзгеше әлеміне аттанғандай боласың. Гүлдер, яғни көктем, нәзіктік, пәктік триптихына назар аударатын болсақ, 3 түрлі мотивте орындалған, бірақ тақырыбы бір, гүлдер тақырыбына арналады. Гүлдерді Қали Ахметжанов кенептерінде шынайылықтың, тазалықтың символына айналдырады. Ал келесі кезекте суретшінің натюрморт жанрындағы орындалған Береке атты туындысына 16-17 ғасырлардағы голландық суретшілердің классикалық мотивте орындалған шығармалары негіз болған. Бұл жанрды қаламгер иесі өзіне тән техникамен шешу барысында байлықтың символына меңзейді. Ғасырлар тоғысы, Хан Шатыр туындыларының пайда болуына суретшіге Нұрсұлтан қаласында Наурыз мейрамында дәстүрлі қазақ үйлерінің тігіліп тұрғаны әсер еткен екен. Яғни өткен заман мен қазіргі заманның тұспа-тұс кездесіп тұрғандай ғасырлардың тоғысқан кезіндей көрініпті. Кенепте астанамызда бұрынғы заманның тарихы жаңа келбетте, жаңа қалада көрініс табады. Қалиолла Ахметжанның қыс мезгіліне арналған Ақ әуен, Қар көшкіні атты туындыларындағы табиғат көріністері бір басқа. Қаламгер таза табиғат аясында жалғыз қалғанды ұнатады. Оның кенептерінде қала өмірі кездеспейді, тек табиғат көзінен шабыт алады. Тіпті онда адамды да кездестірмейсіз. Қалиолла Ахметжанның тарихи тақырыптағы туындыларына тоқталатын болсақ, негізінен суретші жасынан батальды жанрдағы суретші болуды армандаған. Ленинградта оқып жүрген кезінде дипломдық жұмысы осы жанрда бейнеленген мазасыздық туындысы тарихи тақырыпқа арналады. Оның сол кездегі тұлпарлар бейнесінде шешкен реалистік мәнердегі Тайбурыл, Байшұбар картиналары 1986 жылғы оқиғаны алдын ала интуитив түрде сезген шығармалар еді. Тайбурылда жылқы жігін үзіп бостандыққа қалықтап тұрған сәтін көрсек, енді бірде ол Байшұбар ағаш қоршаудан секіріп шығып бара жатады. Ал үшінші туындыда сол берілмес тұлпардың құлап жатқан жерінен қайта тұрып, аспанға қалықтап ұшып бостандыққа ұмтылған жігері таң қалдырады. Тарихта батырлардың киім-кешектері толық зерттелмегендіктен, суретші тарихи жәдігерлерді негізге ала отырып, көне қазақ батырларының, руларының, тайпалардың, қағандардың киімдеріне, үлгілеріне, қару-жарақтарына зерттеу жұмыстарын бастап кетеді. Нәтижесінде автордың бірнеше еңбегі жарыққа шығып, тарихшы, қару-жарақ зерттеуші және қайта қалпына келтірушілердің қатарына қосылады. Эпикалық батырлар мен арулар топтамасындағы Қозы Көрпеш Баян Сұлу эпосын суретші сақ дәуірінде пайда болғанын айтады. Сондықтан мұнда сюжет жоқ, тек кейіпкерлерді сақ заманына сәйкес киім үлгілерімен бейнелегенін тағы атап өтеді. Уақыт өте, заманауи үлгіге айналып кеткен бұл эпосты қаламгер зерттеу ізденістерінің арқасында екі жасты өз заманына қайтарады. Шығармашылығында ғасырларды тоғыстырған Қалиолла Ахметжан қазақ бейнелеу өнерінде қолтаңбасын қалдырып қана қойған жоқ. Сонымен қатар қазақтың тарихын, мәдениетін бір ғана қылқалам ұшымен қайта тірілтті. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.